Сәлем достар. Бүгін біз өте пайдалы, дәмді және адам ағзасына үлкен әсері бар жеміс жүзім туралы әңгімелейміз. Жүзім тек тәтті десерт емес, ол дәрумен мен минералдарға толы табиғи ем. Ендеше видеоны соңына дейін көріп шық. Себебі мен саған жүзімнің 15 ерекше пайдасын айтып беремін. Жүзім жүрек саулығын жақсартады. Жүзімнің ең басты пайдасы ол жүрекке пайдалы. Оның құрамында ресвератол деген ерекше антиоксидант бар. Бұл зат қан тамырларын кеңейтеді, қан айналымын жақсартады және холестеринді азайтады. Яғни жүзім жейтін адамдарда жүрек ауруларының қаупі төмен болады. Жүзім денені ылғалдандырады. Жүзімнің шамамен 80% судан тұрады. Сондықтан ол ағзаны табиғи түрде ылғалдандырады, әсіресе жазда денең шөлдемей сергек жүреді. Жүзім ми мен есте сақтау қабілетіне әсері зор. Жүзім ми жұмысына керемет әсер етеді. Ғалымдар дәлелдеген, жүзім жеу есте сақтау қабілетін жақсартады және назарды шоғырландыруға көмектеседі. Сондықтан оқушылар мен студенттерге жүзім өте пайдалы. Жүзім қанды тазартады. Жүзімдегі табиғи қышқыл мен антиоксиданттар қан құрамындағы токсиндер мен қалдықтарды шығарады. Бұл бауырдың жұмысын жеңілдетіп, ағзаны жаңартады. Жүзім көру қабілетін жақсартады. Көздерің тез шаршай ма? Онда жүзім же. Ондағы флавоноидтар мен витамин А көру жүйесін нығайтып, көздің шаршауын азайтады. Жүзімнің тістер мен қызылетке пайдасы зор. Жүзімде кальций мен фосфор көп. Бұл элементтер тіс эмалін қатайтып, қызылеттің қабынуын болдырмайды. Жүзім табиғи тіс пастасы іспетті әсер береді. Жүзім бұлшықетті қалпына келтіреді. Жаттығудан кейін жүзім жесең, калий мен магний бұлшықеттің тез қалпына келуіне көмектеседі. Сондықтан спортпен айналысатындарға жүзім өте пайдалы. Жүзімнің тері мен шашқа әсері мол. Жүзімнің қабығында теріні жасартатын заттар бар. Коллаген түзілуін арттырып, әжімді азайтады. Ал жүзім майы шашты жылтыр әрі жұмсақ етеді. Жүзім иммунитетті күшейтеді. Жүзімде С дәрумені өте көп. Бұл біздің ағзаның қорғаныс жүйесін белсенді етіп, суық тию мен тұмаудан қорғайды. Жүзім асқорыту жүйесін реттейді. Жүзім құрамындағы табиғи талшық ішектің жұмысын жақсартады. Асқорыту жүйесі реттеліп, ішек микрофлорасы қалпына келеді. Жүзім қан қысымын теңестіреді. Құрамындағы калий артық тұзды шығарып, қан қысымын төмендетеді. Яғни гипертониямен ауыратын адамдарға таптырмас жеміс. Жүзім артық салмақтан сақтайды. Жүзім тәтті болғанымен калориясы төмен. Сондықтан диета ұстаушыларға да жарайды. Кәмпит орнына жүзім жесең, әрі дәмді, әрі пайдалы. Жүзім сүйекті қатайтады. Кальций, фосфор және магний бәрі жүзімде бар. Бұл сүйек мықтылығын арттырып, остеопороздың алдын алады. Жүзім көңіл күйді көтереді. Жүзім серотонин мен дофамин бөлуін арттырады. Яғни көңіл күйің түсіп жүрсе, аздап жүзім же, өзіңді жақсы сезінесің. Жүзім ұйқыны жақсартады. Жүзім табиғи мелатонин көзі. Түнде ұйықтар алдында бірнеше түйір жүзім десең, ұйқың тыныш болады. Достар, жүзім нағыз табиғи дәрумен қоймасы. Ол жүрекке, миға, көзге, теріге, тіпті көңіл күйіңе де әсер етеді. Күн сайын аздап жесең, ағзаңа қуат толы болады. Осы видеоны достарыңмен бөлісіп, пайдалы ақпарат таратуды ұмытпа. Каналға жазылып, лайк басып кет.